Халықаралық еріктілер жылы аясында шын жүректен атты ізгілік шарасы өтті. Биыл бұл игі бастама осымен 11-ші рет ұйымдастырылып отыр. Білім ордасы мен айналайын балаларды қолдау орталығы арасындағы достық қарым-қатынастың маңызы туралы әріптесім Бағжан Бақыт тарқатады. Айналайын балаларды қолдау орталығының тәрбиеленушісі Анель Молдағалиева ізгілік кешіне өзге де бүлдіршіндермен бірге ерекше дайындықпен келген. Өнерлі жеткіншек бұл игі жобаға осымен 6-шы рет қатысып отыр. Оларды мың бұралған биімен әуезді әні жиналған қауымның ықыласына бөленіп, кештің сәнін кіргізді. Кішкентай өнерпаздардың бұл талпынысы қос мекеме арасындағы уақыт сынынан өткен берік байланыстың айқын жемісі. Университет студенттері бізге әрдайым көңіл бөліп көмектеседі. Олар біздің достарымызға айналды. Ай сайын орталығымызда туған күн мерекесін ұйымдастырады. Біз оларды ай сайын асыға күтеміз. Сіздердің қамқорлықтарыңыз біз үшін өте маңызды. Біз сіздерді жақсы көреміз. Университеттің ұжымына осындай үлкен игі шара өткізіп отырғандарына рахмет айтамыз. Шын жүректен жобасының аясында университеттің білімгерлері, ұстаздары бәрі бірігіп отырып, балаларға сый-сияпат жасайды. 2015 жылы бастау алған бұл достық дастаны жыл сайын жаңа мазмұнмен толығып келеді. Мерейлі межеде Қазақстан Республикасы парламенті сенатының төрағасы Мәулен Әшімбаевтың алғыс хаты табысталды. Жоғары деңгейдегі марапат сенат депутаты Амангелді Еспай, Жетісу университетінің ректоры Ермек Бөрібаев пен орталық директоры Гүлмира Ахметоваға салтанатты түрде табыс етті. Бұл қос мекеме арасындағы 11 жылдық мүлтіксіз еңбекпен риясыз достықтың жоғары бағасы. Бұл шара үлкен мәні мен мағынасы жоғары. Қаншама шәкірттеріміз осының арқасында үлкен тәрбиелік мәні бар бір өздеріне ой түйіп қайтты. Әрбір шарадан кейін есімізде аналарына қоңырау шалып жатқан білімгерлерімізді көрдік. Көз жастарын көздеріне жас келіп, осылай қайырымдылық істерін жалпы ата-ананың қадіріне байланысты өздерінің ойларын айтып түйіндеді. Қолдау орталығының балалары болса, осы білімгерлерге қарап тартылды. Мерекелік бағдарлама әсем әуенмен өрнектелді. Жиынның маңызды бөлігі арнайы ұйымдастырылған сыйлық бұрышы болды. Шын жүректен шыққан ізгі ниет жүздеген баланың жүзіне күлкі сыйлады. Мұнда жиналғандар бүлдіршіндерге арналған тартуларын тапсырып, қайырымдылық мәдениетін нығайтуға өз үлестерін қосты. Іргесі берік, бұл жоба тек мереке емес, қоғамда жанашырлық пен еріктілер қозғалысын дәріптейтін бірегей алаңға айналды. Бағжан Бақыт, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы.